Маңғыстау облысы Ақтау қаласы білім бөліміне қарасты нөмірі 11 лицейінде соңғы қоңырау аталып өтілді. Ерекше түрде өткен осы жылғы білімнің қорытындысында да талай жетістіктерді бағындырғанын мектеп басшысы жасырмады. Білім беру мекемемізден 59 түлек шыққалы тұр. Олардың 2 алтын белгіге үміткер, 4 шәкіртіміз, ерекше үлгідегі аттестатқа үміткер оқушыларымыз бар. Барлық шәкірттерімізде оқу жылы бойы қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың жүлдегерлері болды. Ғылыми жобалар конкурсында бірнеше мәрте жүлдегерлер атанған. Мақтанышпен айтарлықтай шәкірттеріміз біздің көп. Соңғы жылдарды айтатын болсам, ұлттық бірыңғай тестілеуде соңғы 10 жылдықтың ішінде осы атаулы білім беру мекемесі номер 11 лицейі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұлттық бірыңғай тестілеуден алғашқы үштіктің қатарында келе жатырмыз. Сондықтан бүгінгі таңда барлық шәкірттеріме, ұшырып жатырған ұстаздар қауымына үлкен зор денсаулық, шығармашылық табыстар тілей отырып, түлектерім алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуден өздерінің жақсы балдарын алып, жоғарғы грант иегерлері болуына мен шын көңілмен тілектеспін. Мұнда бітіруші түлектердің жаңа армандар мен мақсаттарына ерекше көңіл қойғандары мектеп педагогтерінің еңбектері. Тек білімге емес, өмірді дұрыс сүруге үйреткен ұстаздарына ерекше рахметтерін айтты. Біз енді тапсырып жатырмыз осы жылғы мұғалімдерге, мектеп директоры, сынып жетекшіміз Светлана Асқаровнаға және бүкіл жас түлектерге сәттілік тілеймін, және ОБТ-дан да біз сүрінбей өтерімізге сенімдімін. Моя самая главная мечта — это, наверное, никогда не расстраивать своих родителей и всегда быть на первом месте. Я изначально всегда хотел стать авиадиспетчером. Это моя самая главная мечта, я так полагаю. Бұл кеште әсем әнде, мың бұралған биде болды. Біреуге жаңа сынып үшін кезекті соғылған қоңырау болса, басқасына жаңа арман үшін соңғысы. Бұл енді жаңа өмірдің бастамасы. Бітіруші түлектерге тек қана ақ жол тілейміз. Талғат Хамитұлы, арнайы абыройлы жаңалықтар.